Всем привет, достар, қалдарыңыз қалай? Мына жерде паласты қайырып тастадым. Да. Қазір айналдырып көрсетейінші, неудобно. Мына жерде досымыз балыққа барған ғой. Осындай балық беріп жетті. Енді иә, мында шортан бар. Ал онда мен. Так, сазан да, Мұрат, мынау? Мұрат? Карась. Судак бар екен. Бірақ та анау карася деймін. Мынаны білмеймін енді, мынау қандай. Лиш, кажется, да? Или судак па ол? Ақшылдау келген. Онда мен. Осыны бәрін қазір тазалаймыз. Мансұр менің видеографым болады. Ол мені түсіріп отырады. Мен түсіріп отырам. Мен балық жасаған мен түсіріп отырам. Иә, қазір балықты аршимыз. Енді мына жерге қазір білмеймін. Газет жоқ. Мынау үлкен мусорный пакетті новыйын алып осы жерге төсейтін шығармыз. Қазір барлығы мына жерден шашырайды. Анелі ана жерде атыстарды жуып отыр. Ол тренировкадан келді да. Біз бәріміз мен жұмыстан келдім. Мен ұйықтап қалдым. Иә, мынау жұмыс болып тұр қазір. Сосын балық жарып етеміз. Так, мына балықтан бастайық. Көмес қылсайық. Бір балықтан басталды. Қышташылады екен. Мынау қандай балық, мам? Карась ау деймін. Карась? Карась деген балық. Ал мен ойынша сазан. Бұл жоқ, сазан үлкендеу болады кішкене. Далаға аршын десең, дала аяз. Суық, қар. Қар. Астанада қар, суық. Иә. Қатқан ғой. Лобестройкада тұрғандар қалай аршын екен, Үйіне шығар. Далада жерде тұрғандар рахат қой. Жазда далаға шығарып, аршып, сол жақта жуып, далаға төгіп тастап. Өйткені оларда штраф салат бір нәрсе істесе. Балықты аршымағалы көп болып, қолым уже үйренбей қалыпты. Шашылып осыны. Қазір ішін ақтырамыз. Өтін жарып алмай. Өтін? Аха. Мама? Ол өті жарылып кетсе, балық ашы болады. Соны жарып алмай, қазір алу керек. Мансұр жақындатып түсірсешті, не жерден ғана түсірмей. Мама, мен өзім жақындатып жатырмын қолмен. Да? Иә. Хорошо тогда. Мама? Мынандай ақтар болады ғой олардың. Шариктар ма? Иә. Оны басуға бола ма? Білмеймін, бұрын айтатын да басуға болады. Жоқ, андай не маған айтқан, оны басуға болады, қорықпа баса бер деген. Бұрын айтатын да, апа. Ал Оны баспа, аяғына орап, сосын сырқырап дейтін да. Мүмкін. мүмкін шын, мүмкін өтірік. Иә. Кішкене. Несін көрсетейін, шаригін? Шортанды обычно балаларға береміз. Шортанның сүйегі аздау, ірілеу кішкене. Анау карастан қарағанда. Карасты папамызға береміз. Енді бұны шашырайды тұрғыз. Ана несін беріп көрші, может, теркамен көреміз. Обычно достар, терканың мына жағы бар ғой. Сонымен аршуға болады деген, қасықпен аршуға болады. Күшті ашылады екен. Шашыла ма? Иә, мына шашырамайды екен даже. Сол ашыды ғой балықты. Сол аршиды? Үйренсештен аршып. Ол қасықпен ашып. Күшті аршиды екен, достар, қараңыздар. Ол кісілерге тоже керек болып қалады. Балық істеймізде. Аха. Зато мынау, егер де мынаны немен аршыса, аты қалай? Пышақпен аршыса, Шашырайды. шашырайды екен, аха. Қандай шарик бар. Мансұр мына жақтан кел. Достар, мынаның ішінен, шортан ішінен балық шықты. Шортан ішінен балық шықты ма не? Аха, міне қараңыздар. Келе баласы ма?
Babası шығар мам. Жоқ, мынаны жеп қойған уже іріп кеткен ғой. Мен ары қарата алмаймын өйткені мен қысқым келеді. Мен алайыншы. Жоқ, алма. Жеп қойған ба мам сонда? Аха, олар кешініп қой шортандар. Іріп кеткен ене. Андай уже бұлжырап кеткен ғой денесі. Теспе. Мынадай балықты жеп қойған ғой. Мынау өздерінің сияқты ғой, қарасай. Өздерінікі ма? Иә, қарасай. Кішкентай шортаны жеп қойған ғой онда. Қандай Сазан ғой. Сазан? Сазан ба? Сазан ғой. Сазан ба? Сазан жеп қой, сазан. Ал ане болса картошка дейді ғой. Болды. Мынандай қас. Онда тағы да кішкене балықтар қалды. Осыны қазір пісіріп алайық. Өйткені папамыз қазір жұмысқа кетеді. Аны осылай істейміз дағы. Кесіп арасына тұзын жағып. Жуып әдемілеп тұрып. Содан кейін ұнға аунатып. Сүйектері үлкен балық қой. Аударып, еще мен достар неге майонезбен, чеснокпен соус істеп солай берем. Обычно біздікілер сөйтіп жақсы көреді. Қазір көрсетем барлығын. Осы видеоға лайк қойып, коммент жазып кетіңдер. Енді мама тұздап жатыр балықтарды. Балық тұзды жақсы көреді. Біз Балық тұзды жақсы көреді, ал біз балық жақсы көреміз. жаңағы не қайда пішірген тұз сіңу үшін кішкене балық кесіп жібереміз. Қолды кесе алмайық. Слай. Мен ыдысты білдірмеу үшін мынау неге? Салфанға салып аламын. Сосын осының ішіне осылай салып аламыз. Бапты. Оп деп. И сосын айналдырасың ба? Иә. Біреу кетті. Ой, қайнамапты әлі. Жарайды. Сала берейікші. Жарайды, бәрібір. Бізге бәрібір. Куда денется? Влюбится и женится. В кастрюль. Енді үшіншісі кетті. Так, енді шортаннан. Төртіншісі кетеді. Төртінші балық кетеді қазір. Анай не істеп? Анай бірдеңе пісіп жатыр. Не пісіріп жатыр? Өзіне бутерброд жасап жатыр. Қаншамыз? Төртеу. Міне балық осылай пісті. Бізде мына жерде соус бар. Все, достар, осымен бүгінгі видеом аяқталды. Осындай форматтағы видеолар, влогтар сіздерге ұнайтын болса, өтініш комментарияға жазып кетіңіздер, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.